Şimdi мынандай bir ұстаным бар. Мешіт ол Алланың үйі. Оның дәрежесін, статусын Құдай Тағала көтеріп қойған. Тіпті хадистерде айтады ғой, жер бетінде ең жақсы мекен ол мешіт деп айтады. Неге? Себебі мешіт ол руханияттың ордасы. Кез келген адам, енді мұсылмандар қандай да басына қайғы түссе, бір жылулық, бір қиындығына жеңілдік іздесе, міндетті түрде мешітке келеді. Тіпті имам іздеп келеді, дем салдырады. Әйтеуір мешітке қатты ешнәрсе білмесе де кіріп алады да алақан жайып, дұғасын жасап, бір мінәжатын жасайды, сұрайды Құдайдан. Енді сондай руханиятқа толы, тыныштық мен берекеттің, ауызбіршіліктің, ынтымақтың құтты ордасын, мекенін Алла Тағала осылай сүйіншілеп жатса, біз неге ондай жерде таза ұстамасқа, неге ондай жерде көркейтпеске? Пайғамбар саллаллаху алейхи хадис бар ғой, қателеспесем, оқиғасы. Мешіттің тазалықшысы қайтыс болады, Пайғамбар саллаллаху алейхи сұрайды, оны, пәленше деген кісі қайда дейді. Осы подкасттың алдында осы кісі туралы айттық қой. Я Расулалла, сіз оны естімедіңіз бе, өмірден өтіп кетті дейді, мен естімедім. Сөйтіп Пайғамбар саллаллаху алейхи қайтыс болып, жаназасы шығарылып, қабірге қойылған адамның үстінен барып жаназасын оқиды. Сонда құрметті қарасаңыз. Бұл құрмет басқа неден естімедік енді. Сол мешіттің тазашылығына жасалған құрмет. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қайта жаназа оққан оқиғалар өте сирек дейсіз ғой, Сонда осы мешіттің қызметінде болған, мешітке жанашылық танытқан, Алланың үйіне деген жан ықыласын салған жанға бір адамның оқиғасы бәрімізге ғибрат қой. Олай болса біздер мешітке дегендегі тік тұрып, бір уақытымызды бөліп, ол жалғыз енді имам емес, кез келген адам, мұсылман адам, ол Алланың үйі, ол иманның үйі емес, ол имам бүгін бар, ертең кететін. Қазақ айтады, тақ пен табыттың иесі болмайды дейді. 3 жыл отырар, 4 жыл, 5 жыл кетеді, басқа имам келеді. Бірақ мешіт ол Алланың үйі. Өзіңнің орынбасар ұстазым сөзі бар. Үйіңнен таза тұрсын дейтін. Сен үйіңде бір аяқ киім шашылып, бір жер кір болып жатса, ескерту жасап тазалайсың дейді. Үйіңді. Ал бұл Алланың үйі ғой. Бұл мешітке одан 10 есе, 1000 есе, 100 есе, былайша айтқанда ықыласың артық болмаса, кем болмау керек деп бізді осылай тәрбиелеп еді ұстазымыз. Алла разы болсын. Машалла,